Жоқтау, дауыс қылу деп те аталады. Қазақ халқының әдет ғұрпында адам қайтыс болған күннен бастап, оның жылы өтіп, асы берілгенше жоқтау айтылады. Қазаны естіген жанашыр туыстар ауылға бауырым деп атпен шаба келіп, атынан жығыла түсіп, жақындарына жоқтау айтып, қайғылы сарынмен көрсет. Жоқтау өлеңдік ұйқаспен жазылатын, айтылатын, өлімге, махаббатқа, соғысқа қарата автордың қайғылы түрде терең сезіммен еске алуын білдіретін лирикалық өлең жырлар. Мұндай өлеңдерге жақын туыстарының, достарының қазасына арнап қайғылы түрде айтатын жоқтаулары, елдік, ұлттық трагедияны айтатын мұңлы өлеңдер, адамның немесе адамзаттың басына келген пәле қазаларды айыптап айтатын қасірет өлеңдері де кіреді. Жоқтау өлеңдері қайғы мұңға толы болатыны өз алдына, одан да терең махаббат, ізгі сезім, философиялық толғаныс, жау мен жамандыққа деген кек, тіпті батырлық жігер де жатқан болады. Кейбір өлеңдер негізгі тақырыпқа орай сыншыл, ызалы, кекесінді, түйреп өткен, жамандықты масқара мазақ еткен мағынаға ие болуы да мүмкін.